1991 жылы Қазақстан атты кең байтақ еліміз көк байрағын көкке желбіретіп, ежелден аңсаған азаттықтың қол жеткізген тәуелсіздік алғанда Сұңқар ауылында дүниеге келдім. Қазіргі таңда Сұңқар ауылдық клубында клуб меңгерушісі болып жұмыс атқарып келемін. Қазақстанмен бірге өсіп, ер жетіп, жігер қайратымызды жандандырып, күннен күнге гүлденіп көркейіп келеміз. Қарап отырсам 30 жыл деген тарих үшін қас-қағым сәт қана. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан демекші, зымырап өткен 30 жылда еліміздің бағындырған белестері мен қол жеткізген жетістіктері қаншама. Бүгінде тәуелсіздігімізге 30 жыл. Бұл мереке әсіресе тәуелсіздіктің құрдасы мен үшін ерекше мейрам. Мен де егемен елдің құрдасымын. Тәуелсіздіктің төл құрдасы атану мен үшін үлкен мәртебе және бақыт деп есептеймін. Сол себепті де 30 жыл бойы дербес Қазақстанның ұрпағының қатарында екенімді өмірімнің қай кездері болса да мақтанышпен айтып жүремін. Тәуелсіздіктің құрдасы болу да бір бақыт дер едім. Қазіргі уақытта барша қазақстандықтар тәуелсіздіктің 30 жылдығын зор үлес үстінде атап өтуде. Мен өз қызметімді атқару барысында еліміздің мәдениет саласын дамытуда рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жобалармен жұмыс атқарудамыз. Тәуелсіздігіміздің тұғыры болу үшін болашақ ол бізге байланысты. Гүлденген отанымыздың даңқын асыра беруде біздің міндетіміз. Тәуелсіздігіміз ақ таңын туып өскен біздер үшін бұл үлкен қуаныш, мәртебелі мереке. Халқымыз төл мерекеге жаңа тартулар әзірлеуде. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік, халқымыздың абыройы асқақтап, беделі асқақтай берсін демекпін. Осындай биік белестерді бағындырған мемлекетіміздің құрдасы мен де елімнің бейбіт бақытты өмір сүруіне өз үлесімді қосу жолында аянбай еңбек етемін. Тәуелсіздік нұрлы ешқашан сөнбесін. Қазақстан мәңгі жасасын.